Сәлем достар, сендермен Мералин. Бұл видео Джоджоның шытырман оқиғалары жұлдызды крест жорықтары, яғни екінші маусым жайлы болады. Екінші маусымда 2 бөліктен тұрады. Себебі 2 маусымда жалпы 48 бөлім бар. Олай болса, бастайық. Екінші маусымның басында бізге бір қазына іздеген қарақшылардың бір жәшікке тап болғанын көрсетіп тұр. Олар жәшікте не бар екенін білмеген. Алғашқы маусымда менің арнамнан көрген адам онда не бар екенін жақсы біледі. Келесі күн олар ізім ғайым жоқ болып кетеді. Ал енді басты кейіпкерге оралайық. Джотаро Куджо, 17 жастағы амбал, бала кезінен көп сөйлемейтін бала, десе де ашушаң. Көшеде төбелескені үшін түрмеде отыр. Анасы Холли Куджо оны босатып алмақшы. Камераға барғанда Джотаро шықпайтынын айтып, оны бір көзге көрінбейтін зұлым рух басқарып алды деп айтады. Холли оны шығара алмағандықтан әкесін шақырады. Ол Джозеф Джостар. Әуежайда Холли бәрін түсіндіреді. Камераға Джозеф барады. Басында сөзбен шығармақ болады. Джотаро көнбейді. Сонда бір қарани Мұхаммед Абдул есімді Джозефтің досы шығады. Джозеф одан Джотароны шығаруын сұрайды. Осы бір жаңа ұрпақтың заманында стенд жаңғыра бастаған еді. Абдулдың стенді сиқырлы қызыл, онымен шайқасады. Шайқас барысында Абдул оған мұның зұлым рух емес, стенд деп аталатынын айтады. Солай Абдул оны шығарады. Ендігі олар мейрамханада отырады. Әңгіме барысында Джозеф атасы Джонатанды 100 жыл бұрын өлтірген Дио жайлы сөз қозғайды. Джотаро оған күмәнмен қарап, сандырақтап отыр деп ойлайды. Әйтсе де Джозеф Дионың тірі қалып, Джонатанның денесін емденіп алғанын айтады. Сосын Джозефте де стенд бар екенін айтады. Есімі қызыл күрең дәруіш. Ол стенд күшімен фотоаппаратты сындырып, кез келген адамның қайда тұрғанын анықтай алады. Солай Дионың бір қараңғы жерде тұрғанын анықтайды. Кадр Диоға ауысады. Дио оған біреудің қарағанын сезеді. Джонатанның денесінде болғандықтан оның ұрпағы екенін жақсы біледі. Сондықтан ол Джонатанның ұрпағын жоюым керек деп айтады. Джотаро сабаққа бара жатады. Қыздардың алдындағы танымалдылығы жоғары болғандықтан бәрі оған сынып қалады. Десе де Джотароға бұл мүлдем ұнамайды. Сол кезде оны біреу бақылап тұрады. Джотароның портретімен отырған ол оның аяғын кескендей болып сызады. Баспалдақтан түсіп бара жатқан ол кенет аяғы қанап құлап түседі. Джотаро түсінбей қалады. Сонда әлгі адам келеді. Ол өз атын айтады. Какой Нариаки. Кейін оған таңғыш беріп кетіп қалады. Джотаро дәрігерге барады. Ол Джотароның танысы еді. Бірақ та ол бір кезде тұрып кетеді. Сөйтсе бұл стендімен басқарып отырған Кокейн болып шығады. Джотаро онымен шайқасады. Кокейннің стенді Ерафан Грин жіберген изумрудты шашырауларды Джотаро қайтарып оны жеңеді. Үйге келгенде Дио оның миына басқаруға арналған паразит салып қойғаны белгілі болады. Оны бірден суырып алу Кокейннің миына зақым келтіреді десе де, Джотароның стенді жылдан болғандықтан оны лезде шығарып алады. Келесі күні Джотароны әдеттегідей шығарып салатын Холли жоқ болады. Абдул жерде құлап жатқан оны тауып алады. Кейін стенд ода да пайда болғанын анықталады. Джозефтің ашуы мен мұңаюы бір мезетте болады. Ол Диоға қатты ашуланған еді. Мұңаюы Холлидің әлсіз болғандықтан ол стендті көтере алмай өліп кететіндігі. Жалғыз шешім Дионы өлтіру еді. Дио тұрған суретте шыбын жүргені анықталады. Джотароның стендіне өте керемет қырағылық болғандықтан ол дәл сол шыбынның түрін анықтап нобайын келтіреді. Сөйтсе бұл Египетте ғана мекен ететін шыбын болып шығады. Дионың сонда екенін білген олар сонда аттанады. Кокейн оларға қосылатынын айтып бірге барады. Кететін кезде Абдул Джотароның стендінің есімін атайды. Star Platinum. Шыққа отырған олар Дио олардың келе жатқанын біліп оған біреуді жібереді. Яғни Грейфлай деген шалды. Және оның стенді ымырт мұнара. Ымырт мұнара өте қауіпті қылмыс жасаған Джозеф айтады. Онымен Кокейн шайқаса бастайды. Қанша шашыраулар жіберсе де тимейді. Бірақ бірде жоспары жүзеге асып, күтпеген жерден соққы береді. Ал енді ұшқыш жоқ болғандықтан Джозеф ұшқыштың кабинасына отырады. Джозеф жедел суға қонады. Жолаушылардың бәрі дін аман. Египетке ұшақпен тура жете алмағандықтан олар Гонконгқа келіп тоқтайды. Мейрамханада тамаққа тапсырыс беріп, жоспар құрып отырған оларға біреу қосылады. Сөйтсе бұл тағы да Дио жіберген Полнареф есімді күмісті күйме стендінің иесі болып шығады. Оның стенді өте өткір, тіпті отты да кесіп салатынын Абдулға айтады. Абдул екеуі мейрамханадан шығып алаңға келеді. Сонда олар айқасады. Абдул жіберген отты жалындарды Полнареф өзіне қайтарады. Абдул соқ қалса да бір нәрсе ойына келіп, Полнарефке соққы береді. Полнарефті өлді деп ойлаған олар кете барады. Бірде ол атып тұрады. Сөйтсе Абдул оның стендінің сауытына ғана зақым келтірген екен. Олар тағы шайқасып, стендтерінің ақтық күштерін қолданады. Абдул жойқын жалын жібере береді. Абдул әдейілеп астына жалынды атып қозғаған болады. Қиналып өлмес үшін пышақ беріп бұрылып кетіп қалады. Десе де ол оны қолданбай жата береді. Абдул бірден отты тоқтатып, оны өлтіруге болмайтындығын айтады. Оны да Дио басқарған болып шығады. Джотаро оны бірден шығарады. Кемеге мінген олардың алдынан Полнареф шығады.
Ол оларға рахметін білдіреді. Кейін Джозефке біртүрлі сұрақ қояды. Полнарев қарындасын зорлап өлтірген маньякты іздеп жүргенін айтады. Ол маньяктың 2 оң қолы бар екен. Солайша ол да оларға қосылады. Кемеде кетіп бара жатқан олар бір баланы көреді. Сөйтсе ол билетсіз кіріп кеткен екен. Кеме бортында жұмыс істейтін боцман полиция жайлы әңгіме қозғағанда, ол оларға айтпауын сұрап, Сингапурға кесіне барғысы келетінін айтады. Боцман келіспейді, ал бала оның қолынан тістеп, өзі суға секіріп кетеді. Ол суда акулалар көп кездесетін. Бір кезде Джотаро Стэнді жіберіп, оны құтқарып қалады. Баланың кеудесіне қолы тиіп кетіп, бас киімін шешеді. Сөйтсе бұл қыз болып шығады. Олардың артынан бір Стэн қуып жетіп алмақ болғанда, Кокейн оны құтқарады. Сәлден соң кеме капитанының Дио жіберген Стэн иесі екені анықталады. Қызды алып кетпек болғанда, Джотаро жылдамдығымен шалды ұйықтатады. Алайда қызды көтере алмай қалады. Оның қолы теңіз жаңғақтарын айналып бастап қанайды. Сөйтсе бұл әлгі капитан шалдың ісі екен. Қызды көтеріп жіберіп, өзі суға күмп етеді. Онда ол шалдың Стэнді Қаракөк-айдың тұзағына ілінеді. Алайда Джотаро Стар Платинумның күші Старфингерді қолданып шығып кетеді. Ал сосын кеме жарылып кетеді. Сосын олар қайыққа отырады. Бірде алдыларынан үлкен кеме шығады. Алғашында кеме ішінде ештеңе болмайды. Сосын бір орангутангты кездестіреді. Ол қарапайым болып көрінеді. Бірақ кейін бұл босап кетеді. Сөйтсе бұл орангутанг педофил екен. Джотаро оның көтін айырып жібереді. Бірақ оған шабуыл жасала береді. Джотаро Стэнд қайда тұрғанын түсінбей қалады. Ендігі Джозеф пен қалғандарын кеме сорып алып жатады. Орангутанг Джотароны ұстап алады. Джотаро болса Старфингерді қолданып, тағы да айырады. Бұл жолы соңғы рет. Кеме жоғала бастайды. Сөйтсе бұл кеме орангутанг күш деп аталатын Стэнддің иесі болып шығады. Сингапурға келген олар қонақ үйге тоқтайды. Енді демалайын дегенде Полнарев бөлмеде біреу бар екенін біліп қояды. Бұл қарғыс атқан Дево, яғни проклятый Дево болып шығады. Оның Стэндінің есімі Әзәзіл. Джотаро мен қалғандарына жіберіп жатқан Стэнд иелері Дионың қол астындағылары және Эния деген кемпірдің жіберген адамдары. Ол Полнаревпен шайқасады. Тіпті оны жарақаттайды. Төсектің астында бастырылып қалған ол оған шабуылдай алмай қалады. Бірде әйнектің бөлшектерінен оны көріп, кейін оны турап тастайды. Келесі күні Джотаро, Кокейн және Эн үшеуі серуендеп жүреді. Кокейн өзін біртүрлі ұстайды. Аспалы жолға отыратын кезде Джотаро тексермек болып оны ұрып жібереді. Сөйтсе бұл да Дио жіберген адам болып шығады. Ол Раббер Сол. Стэнд есімі Сары Сабырлық. Оның күші Джотароның қолын балқыта бастайды. Амалы таусылған Джотароға атасының қосалқы жоспары есіне түседі. Екеуі суға секіреді. Джотаро Рабберді жеңсе де, ол ақырын барып байласын асырады. Джотаро оған дәл сондай соққы береді де өшіріп тастайды. Келесі күні Джотаро мен қалғандары Үндістанға келеді. Онда олар мейрамханаға барады. Полнарев әжетханадағы айнадан бір нәрсені байқайды. Сөйтсе бұл өзі іздеп жүрген 2 оң қолы бар Джейгайл Стэндінің есімі асылған повешенный болып шығады. Іздеп жүрген адамын тапқандықтан ол Джотаролардың тобынан кетеді. Оған қоса Абдолмен сөзге келіп қалады. Джейгайлдың көздегені де осы еді. Ол Полнаревтің жалғыз жүргенін пайдаланып, жанындағы серігі Холхор Стэндінің есімі император мен оны өлтірмек болады. Полнарев оны іздейді. Сосын оны тауып алады. Бір мезетте Джейгайл жоғалып кетеді. Холхор Полнаревпен шайқасатындығын айтады. Холхор жіберген оқты қайтара алмай қалғанда Абдол келеді. Ол жалынмен оның оғын күл қылмақ болғанда Джейгайл шалшықты пайдаланып артынан соққы береді. Ал Холхорстың оғы басына тиеді. Кейін Кокейн мен Полнарев көлікпен қашып кетеді. Джейгайлдың Стэндінің қабілеті кез келген шағылыстан соққы жасау. Ол әйнек сындықтары болсын, немесе күн түскен шағылысу да болуы мүмкін. Бірде олардың жанына бір бала келеді. Джейгайл оның көзіне кіріп кетеді де соққы бермек болады. Полнарев баланың көзіне топырақ шашады да Джейгайлды жарақаттайды. Сосын оның отырған жерін анықтайды. Ол жерде біреу отырады. Десе де бұл ол емес еді. Джейгайл бомждарға мынау екеуі сендерге ақша береді дегенде айтады. Солай ол олардың көздерінен кіріп шығып, Кокейн мен Полнаревті жарақаттайды. Кокейн қалтасындағы тиынын жоғары лақтырады. Джейгайл шығуға мәжбүр болғандықтан күмісті кеме оны ұстап алады. Джейгайл қашпақ болғанда Полнарев кегін алып, сәлемтікті айырып жібереді. Холхорс болса Джейгайлды тірі деп ойлап, батыр сынады. Сосын қашып кетеді. Джотаро Toyota Camry 200-мен сол кезде Холхорсты бір қыз қорғап қалады. Ал өзі қашып кетеді. Джозеф қыздың жарасын таңып жатып, қаны тамып кетеді. Бұның жай емес екені белгілі еді. Келесі күні Джотаро мен қалғандары Варанаши қаласына келеді. Өзін жайсыз сезінген Джозеф ауруханаға бір өзі барады. Дәрігер әлгі ісікті кеспек болғанда, ісік адам секілді киініп, оны өлтіреді. Джозеф қорқып кетеді. Әйтсе де онымен біраз арпалысып, жоспар құрып, ол қатып қалатын бір майға оны кіргізіп жібереді де Стэндімен оны бөліп тастайды. Сол уақытта махаббатқа басы айналған Полнарев әлгі қыз есімі Ненамен енді сүйсе бергенде,
Кенет оның ішінен бір семіз әйел шығады. Бұл оның негізгі кейпі еді. Есесіне Полнарев енді олай жасамайтын болады. Үндістаннан шығып Пәкістанға аттанған олардың алдынан бір есуас шығады. Басында жай адам деп ойлаған олар, кейін оның Стенд екеніне көз жетеді. Стенд есімі тағдыр анықтаушы. Бұл Стенд көлік трансформерлерден келгені көріп тұр. Қаншалықты мықты болса да Джотароның Стар Платинуына жете алмай жеңіледі. Пәкістанға кірген олар алдымен Энді үйіне жібереді. Сосын мәшинемен келе жатып, бір тұманды қалашыққа келіп тоқтайды. Онда адамдар өздерін бір түрлі ұстайды. Бірде олар бір адамның мәйітін табады. Оның денесі толығымен тесік болып шығады. Кенет Эния Гайл, Джей Гайлдың анасы, мейірімді әженің рөліне кіріп келеді. Оның келген себебі Полнаревтен кегін алу болатын. Эния оларды өзінің қонақ үйіне келеді. Олар жайғасады. Сосын сонда Холхорс келеді. Эния Гайл болса баласын тастап қашып кеткен үшін оның қолын кәдімгі қайшымен теседі де өз стендін қолданады. Оның стенді адам жанын алып алатын. Бірде Полнарев келіп қалады да жаралы Холхорсты көреді. Ал Эния Полнаревті өлтіру керек екендігін түсінеді. Полнарев қалғандарын шақырады. Алайда бәрі кешеді. Себебі Эния өліктерді шақырып қойған еді. Бөлмеде тығылып қалған Полнаревті есіктің тесігі арқылы оның тілін тесіп жібереді. Сол тесік арқылы унитазды жалатпақ болады. Бір сәтте Джотаро есікті теуіп ашады. Ал Эния ақталмақ болады. Джотаро болса есікті қаққанын айтады. Кейін Джотароның артынан соққы бермек болғанда ол бұрылады. Джотаро ол сәтте Энияның Стенд иесі екенін біліп тұрған еді. Себебі ол кітапшаға өз атын өзгертіп жасаған еді. Эния ақыры Стендін көрсеткен соң, Джотаро оны ұра алмайтындығын біліп, просто оның Стендін шайнамай жұтады. Қонақ үйден шықса, оларды тек көптеген молалар күтіп тұрды. Ал сосын Холхорс тірі болып шығады. Ол Джотаролардың мәшинесін алып кетеді. Сосын олар басқа көлікпен, оған қоса Эния мен Пәкістанның Карачи қаласына келеді. Келе салысымен Джозеф біреудің Доня жазып тұрғанын көреді де бағасын сұрайды. Қымбаттау деп ойлаған ол өзінше түсіріп алады. Алайда сатушы оны қымбатқа сатқан еді. Джозеф бұрылып қалса, Энияның көзі ашық тұрғанын көріп шошып кетеді. Сосын ол тура алдында тұрған адамға қарап бірдеңе деп күбірлей бастайды. Әлгі сатушы Стили Дэн есімді тағы бір стенд иесі болып шығады. Ал оның стендінің есімі Ғашықтар. Ол Энияны бір паразит секілді нәрсемен өлтіріп тастайды. Сосын Джотароға маған қолының ұшы тимейді деп айтады. Джотаро оны ұшырып жібереді. Бірақ оның атасы Джозефті соққыдан ұшып түседі. Сөйтсе оның стенді Ғашықтар паразит секілді кішкентай миға кіріп, оны басқарып кейін 10 минуттан кейін өлтіреді екен. Джозеф Дэн қалай қозғалса, солай қозғалады. Тіпті соққылар оған қатты тиеді. Бір кезде Джозеф жастық шағын еске алып, қосалқы жоспарына көшеді. Дэн оларды алысқа қашып барады деп ойлайды. Алайда Джозеф әлгі стендпен шайқаспақ еді. Ол қызыл күрең дәруішпен стендтің қайда тұрғанын анықтайды. Ал Кокейн мен Полнарев стендтерін кішірейтіп, оның миына кіреді. Сол уақытта Дэн Джотароны қорлауды бастаған еді. Бірде ақшасын алып алса, енді бірде оны көпір қылып қояды. Кокейн мен Полнарев әлгі жерге жеткен еді. Ал паразит стенд болса өте көп клондар жасайды. Содан болып олар қайсысы оригинал екенін білмей қалады. Ал Дэн Джотароны мазақ етуін жалғастыра береді. Джотаро жынданудың орнына күледі. Ол Ерафан Грин мен әлгі клондардың бәрін ұстап алып, қайсы стенд екенін біледі. Енді Джотаро Дэнге жақындай бастайды. Ал Дэн оны өлтірмеуін сұрайды. Десе де оның стенді өзіне қайтып келе жатқан еді. Қайтып келгенде, ол Джотароның миына кірмек болады. Бірақ Стар Платинум өте жылдам болғандықтан оны ұстап алады. Дэн тағы да оны аяуын сұрап кешірім сұрайды. Ал Джотаро оның стендін сәл мыжып жібере салады. Енді Дэн бір кішкентай қыздың миына стендін жіберген айтып, Джотароға қатаяды. Ал негізі оның стендін Ерафан Грин ұстап үлгерген еді. Оны білген Дэн тағы да кешірім сұрайды. Ал Джотаро оны оралап тастайды. Джотаро мен қалғандары теңіз арқылы біріккен араб әмірліктеріне барады. Джозеф бір қымбат көлікті алады. Алайда олардың жүретін жолы қым болғандықтан оның пайдасы аса емес еді. Бір кезде олар бір жерге жетеді. Сөйтсе Джозеф көлікті түйелерге айырбастау үшін алыпты. Түйені телевизордан көріп алып, өмірінде бірінші рет көрген Джозеф зорға отырады. Шөл далада кенет температура көтеріледі. 50-ге, бірде 60-қа, тіпті 70 градус Цельсийге көтеріледі. Олар мұның стенд екенін біліп, үңгірге ұқсайтын жерде тығылып қалады. Кенет Кокейн біртүрлі күле бастайды. Оған Джотаро қосылады. Кейін Полнарев. Джозеф оларды ақылынан адасты деп ойлайды. Алайда бұл олай емес еді. Кокейн бір өздері отырған ұқсайтын үңгірді көрсетеді. Джозеф түсінбейді. Джотаро тасты алып, тура лақтырады. Ол бір айнаға тиеді. Сөйтсе стенд иесі Нарахати бір жерде оларды тамашалап, чипсы жеп оларды қарап отырған екен. Солай олар оны оңай жеңеді. Кокейн бірде өте қорқынышты түс көріп оянады. Түсінде 13-ші өлім деп аталатын стенд бір итті өлтіреді. Кокейн қонақ үйден шыққанда әлгі иттің өліп жатқанын байқаған еді. Шақпен аттанатын кезде Джозефке өлтір екен. Шын Абдул сиқырлы қызылмен өтірік Абдулды жояды. Ал Полнарев қарындасының өтірік екенін біліп, онымен қош айтысады. Мұхаммед Абдул Үндістанда болғанда Холхорстың оғы оның маңдайынан жанап тиген екен.
Ол жай ғана есінен танған болып шығады. Абдул мен Полнарев сот деген стендпен шайқасады. Кейін ол жеңіліп, салют болып атылады. Абдул стендтің иесі жақын маңда екенін біледі. Олар бір демалатын түтікшені байқайды. Полнарев ішіне құм салып, жәндіктер салып жібереді. Бірде Абдулдың ойына өте жақсы ой келеді. Ол екеуі әлгі түтікшеге сиіп тастайды. Тұншығып қалған камео беріледі, ал Абдул оны аздап өртеп жібереді. Қайтатын кезде Полнарев Джотаро мен қалғандарына Абдулдың тірі екенін айтып, таң қалады. Сөйтсе мұны одан басқасының бәрі біліпті. Оған айтпаған себеп Полнаревтің аузында сөзі тұрмайтындығы еді. Ендігі бестік қайта жиналғандықтан, олар батискаф арқылы Африка жағалауларына бармақ болады. Басында барлығы жақсы болып тұрады. Алайда Джотаро 6 кружка тұрғанын көріп, бірдеңеден сезіктенеді. Сол сәтте бір стенд пайда болады. Ол Джозефтің протезін кесіп тастайды. Абдулдың айтуы бойынша, стендтің есімі Абыз, ал стенд иесі Мидлер. Ол шіл затқа немесе металға айнала алады. Бірде олар теңіз түбіндегі тасқа барып соғылады. Солай батискафта су тола бастайды. Ал біздің топ акваланг арқылы су бетіне көтерілмек болады. Барлығы жақсы болады. Десе де әлгі стенд Полнаревтің тыныс алатын құралына айналған екен. Ол лезде Полнаревтің ішіне кіріп кетпек болады. Бірақ Джозеф пен Кокейн оны тоқтатады. Батискафтан шыққаннан кейін олар ақырындап жаймен көтеріле бастайды. Бірде бір туннельді кезіктіреді. Алайда бұл туннель емес, әлгі Абыз есімді стенд еді. Оның осындай үлкен болуы стенд иесі жақын маңда тұрғанын дәлелдейді. Стенд оларды сорып алады. Джотаро тістердің ортасында қалып қояды. Сосын ол езіліп қалғандай болады. Десе де бірдеңенің даусы шығып жатады. Сөйтсе бұл Стар Платинумның даусы екен. Ол стендтің барлық тістерін сындырады. Сосын олар шығып кетеді. Жағаға келген олар шақпен 20 сағатта жететін Египетте 30 күн жүргендерін түсініп, басынан өткен сәттерді есіне алады. Әйтсе де бұл соңы емес еді. Оларды әлі Дионың қол астындағы мықты стенд иелері күтіп тұр. Сонымен бұл 2 маусымның 24 сериясының соңы. Видео ұнаса лайк бас. Арнаға тіркелуді ұмытпа. Комментарийға пікір қалдыру арқылы мен бұл анименің сендерге қызық екенін білетін болам. Сау.